Отбасы сенімі. Ата-анам балалық шағында Австралияға қоныс аударған христиан отбасынан шыққан сербиялық бұрынғы Югославияның тумалары. Олардың көшуі де дінге байланысты еді. Қолына қару алып адам өлтіргілері келмеді, ал коммунистік режим дінге сенетіндерді қудалаған, қамаған. Жария түрде ұстана алмаған дінін жасырып жүрегінде құпия ұстайды. Оның үстіне қаржылық қиындықтарға да тап болады, себебі мемлекеттің барлық саласын бақылауында ұстаған коммунистік партияға кіруден бас тартқан еді. Әкем балалық шағын аш-жалаңаш өткізген. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Австралияға, ақш-қа және Канадаға қоныс аударған мыңдаған серб христиандарының қатарында менің ата-әжем де бар еді. Біздің отбасымыз еркін әрі зайырлы Австралияға көшіп келген. Өзге туыстары ақш пен Канадаға қоныстаныпты. Әке-шешем Мельбурн шіркеуінде танысыпты. Анам Душка ол кезде Виктория патшайым атындағы балалар ауруханасында медбике мамандығы бойынша білім алып жүрген. Әкем Борис есепші болып жұмыс істеген. Кейіннен пасторлық қызметті де бірге алып жүреді. Мен 7-ге келгенде ата-анам мүгедектігіме байланысты ақш-қа қоныс аударған. Себебі Америкада мен сияқтыларға жақсырақ жағдай жасалған екен. Көкем Бата Вучис Лос-Анджелестен 35 миль 26-30 шақырым қашықтықта орналасқан Агура Хиллз қаласында құрылыспен айналысатын. Бата әкеме жұмыс тауып бере алатын болған соң әкемді ақш-қа жұмыс визасын алуға әрдайым үгіттеп жүретін. Лос-Анджелестің төңірегінде бірнеше шіркеу бар және сербтер көп қоныстанған. Бұл әлбетте менің ата-анамды қызықтырған. Әкем жұмыс визасын алу оңай шаруа емес екенін білсе де бәрібір өтініш береді. Ауа райы маған қолайлы әсер етуі үшін шамамен 1000 мильдей солтүстікте жатқан Квинсленд штатының Брисбен қаласына көшіп келдік. Мүгедектіктен бөлек аллергиям да бар еді. Құрама штаттарға көшеміз деп жүргенімізде жасым 10-ға келді. 4-ші сыныпта оқитынмын. Ата-анамыз мені, інім Ааронды және қарындасым Мишельді америкалық білім беру жүйесіне шапшаң бейімделе алатын жаста деп санағандықтан дәл сол кезде қоныс аударған сияқтымыз. 3 жылдық жұмыс визасын әкем жарты жыл күтті. Ақыры 1994 жылы қоныс аудардық. Өкінішке орай Калифорнияға қоныс аударуымыз сәтсіз болды. Оның бірнеше себебі бар. Біз Австралиядан көшкенде 6-шы сыныпта оқитын едім. Агура Хиллздегі мектеп толып қалған екен. Мені оқушысы көп сыныпқа қабылдады. Сабақ өте қиын болды. Оқу жүйесі де Австралиядан мүлде өзгеше еді. Жақсы оқитынмын, соның өзінде ерекше ынтамен кірісуге тура келді. Сыныптастарымды қуып жетуге тиіс едім. Оның үстіне әр пән әр кабинетте өтетіндіктен тағы да қиындықтар туындады. Австралияда барлық сабақ бір кабинетте өтетін еді. Біз көкем үйінде тұрдық. Жұбайы екеуінің 6 баласы бар еді. Үйлері Агура Хиллз үшін айтарлықтай кең болғанымен қалай болғанда да бізге ыңғайсыздық тудырды. Тезірек үй алып көшіп кетуге тырыстық, алайда үйдің бағасы Австралиядан әлдеқайда қымбат болып шықты. Әкем ағасының қасында жұмыс істеп жүрді. Анам медбике болып жұмысқа тұра алмады. Себебі балалардан қолы босамайтын. Ол тіпті Калифорнияда медбике болу үшін лицензия алуға өтініш те бермеді. Батаның үйінде 3 ай тұрған соң ата-анам ақш-қа қоныс аударуымыз сәтсіз шешім болды деді. Маған медициналық сақтандыру жасаймыз деп жүргенде үлкен ауыртпашылыққа ұшырады, оқуым да қиынға соқты. Калифорнияда өмір сүру өте қымбат екен. Оның үстіне ата-анам ақш-та үй алу оңай емес екенін түсінді. Ал адвокат менің мүгедектігім жағдайды ушықтыруы мүмкін екенін айтты. Себебі билік органдары ата-анамның менің медициналық сақтандыруымның ақысын төлей алатынына күмәндануы ықтимал екен. Осының бәрін есепке ала келіп ақш-та небәрі 4 ай тұрған соң ата-анам қайта Брисбенге көшеміз деп шешті.
Сөйтіп тұрған жерімізден үй таптық, бұрынғы достарымызбен қайта қауыштық. Әкем техникалық колледжде информатикадан сабақ беруді жалғастырды, ал анам балаларына, әсіресе маған көбірек көңіл бөлді. Қиын бала. Таяуда ата-анам менің өмірге келгенімнен кейін өздерін ерекше мазалаған үрей мен уайымдары жайында ашық айтып берді. Мен өскенше әлбетте армандаған бала болмағанымды сездірмеді. Анам маған мүлде қарай алмаймын деп уайымдаған екен. Әкем де бақыты мен болашағыма үлкен күмәнмен қараған. Өмірдегі қиындықтарды жеңе алмайтын адам болғанша өлгені дұрыс шығар деп те ойлапты. Ата-анам түрлі мүмкіндіктерді қарастырған. Тіпті туыстарға да беріп жіберуге де қарсы болмаған. Осындай жағдайда жүргенде оларға ата-әже мені бағып беретінін айтқан. Бірақ түптің түбінде мені өздері тәрбиелеп өсіреміз деп шешкен. Олар бойындағы қорқыныш сезімін жеңіп, қиындыққа көніп, кемтар баланы қолдарынан келгенше толыққанды адам етуге тырысқан. Ата-анам иманды жандар еді. Олар Құдай баламызды осылай жазса, онда оның қандай да бір себебі бар деп санаған. Кейбір жарақат түрлері адам қимылдаса жылдам жазылады. Өмірдегі қиындықтар да сол сияқты. Айталық, жұмысыңыздан айырылып қалдыңыз, немесе төленбеген қарызыңыз шаш-етектен. Бірақ сіз қиындыққа налып өміріңізді бос құртып алмаңыз. Одан да еңсеңізді тіктеп алға үмітпен қараңыз. Бәлкім сізді жаңа қызығырақ және айлығы жақсы жұмыс күтіп тұрған болар. Жаңа адамдармен танысу бақытты бұйыратын шығар. Қаржылық қиындықтар сізді жігерлендіріп, ақша үнемдеп қаражат жинауды үйренесіз. Сөйтіп бай адамға айналарсыз. Өмір біздің ырқымызға көнбейді. Қателіктердің көбі біздің кінәмізден емес. Сіз ештеңені тоқтата алмайсыз. Не қиындықтан жеңілесіз, не күресуді жалғастырасыз. Мынаны түсініңіз, өмірде әр нәрсенің белгілі бір себебі бар. Құдай не берсе де қайырымен береді. Бала күнімде мен жер шарындағы барлық балалар секілді сүйкімді, тартымдымын деп ойладым. Өзгелерден ерекшеніп тұрғанымды байқамадым және алда қандай қиындықтар күтіп тұрғанын білмедім. Бақытыма орай ең жақсы қасиетім осы еді. Адамға негізінде өзі көтере алатындай сынақ беріледі. Басыңызға түскен әр қиындықтың артында көптеген жеңілдік тұрғанын білемін. Маған сеніңіз. Сенімнің арқасында қиындық атаулыны жеңіп жақсылыққа жетесіз. Құдай маған таңғаларлық табандылық берген. Қол аяғым болмаса да күшімнің бар екенін және денемді өзім басқара алатынымды аңғардым. Ебедейсіз едім, бірақ менің жасымдағы балалардың барлығы сондай тұғын. Ата-ана маған көп көңіл бөліп, менің жүріп тұруыма ыңғайлы тәсіл іздеді. Анам маған жәрдем бергісі келіп керуетке шығарда астыма жастық салатын. Маңдайымен қабырғаға сүйеніп қыбырлап жатып өз бетімше жоғарыға тырмысып шығатынмын. Бұл әрине қиындау, бірақ басқа адамға масыл болғаннан әлдеқайда жақсы. Қандай қиын болса да әрбір әрекетті өзім істеуге тырыстым. Балалық шағымда тек басымды пайдалана алатынмын, бәлкім содан менің ақыл-ойым шапшаң етілген шығар. Әзіл. Оның үстіне уақыт өте мойным бұқаның мойнындай мықты болды, ал маңдайым оқ өтпейтіндей қап-қатты еді. Ал ата-анам болса уайымдауын доғарған жоқ. Ол қалай тамақтанады? Мектепте қалай оқиды? Егер бізге бірдеңе болып қалса, оған кім қамқор болады? Өз бетімен қалай өмір сүреді? Дені сау балалардың өзіне ата-ана болу оңай емес. Перзентханадан баланы шығарарда жас ата-аналарға пайдаланушы нұсқаулығын қоса беру керек деген қалжың бар ғой. Дәрігер Споктың кітабының өзінде мен сияқты балаға қалай қарау керектігі жайында еш нәрсе жазылмаған. Дені сау балаларға қарағанда менің жағдайым өзгеше ғой. Ал мен бәріне ерегіскендей күннен күнге қайраттана өсе бердім. Сана біз үшін қайғылы һәм қайғылы. Ата-анам секілді сіз де болашақтан үрейленіп алаңдайтын шығарсыз. Бірақ көп жағдайда уайымыңыз анау айтқандай қорқынышты болмай шығады.
Келешекке көз тастап жақсы жоспар құрудың ешқандай сөкеттігі жоқ. Бойдағы үрейіңіз көп жағдайда жақсылыққа жалғасуы мүмкін екенін де естен шығармаңыз. Өмір көбіне жақсы жаққа өзгереді. Балалық шағымның ең бір тамаша тосын сыйы сол жағымдағы аяққа ұқсас кішкене ғана мүшемді өз ырғағыма көндіргенім. Оны заттарды жылытуға, итеруге, қозғалтуға және сүйенуге қолдана бастадым. Дәрігерлер мен ата-анам сол бір кішкентай мүшені одан да белсендірек қолдануға болатынын айтты. Себебі оның екі кішкене башпайы бар еді. Алайда туғаннан екеуі бірігіп өсіп келе жатты. Оны қалам ұстауға, парақты ашуға және басқа да іс-әрекетті орындауға пайдалануым үшін дәрігерлер ота жасап, екеуінің арасын ажыратуды ұсынды. Сол кездерде ең жоғары сапалы медициналық қызмет көрсететін Мельбурн қаласында тұратынбыз. Мені аса мықты дәрігерлер қарады. Отаға дайындап жатқанда анам дәрігерлерге қызуымның тез жоғарылап кететінін айтты. Бұл қауіпті еді. Дәрігерлер температурамды жіті қадағалауы тиістін. Мен сияқты аяқ-қолы жоқ баланың қызуы қатты көтеріліп, соның салдарынан миына зақым келген жағдайда анам білетін. Ағзамның ерекшелігі біздің отбасымызда әрдайым әзілге айналдыратын. Ник жай ғана тоңса үйректер үсіп қалады деп әзілдейтін анам. Бірақ әзілі өз алдына көп қимылдасам, күн астында ұзақ жүріп қалсам немесе жарықта көп отырсам қызуым дереу көтеріліп кететін. Сол үшін үнемі өзімді қадағалап жүруіме тура келетін. Өтінемін, оның қызуын мұқият бақылаңыздаршы, деді анам хирургтарға. Анамның медбике екенін дәрігерлер білсе де оның өтінішіне аса мән бере қоймаған. Ота сәтті өтті, дәрігер бірге біткен саусағымды ажыратып берді. Алайда олар анамның сөзін естен шығарып алған екен. Ота бөлмесінен терге малшынып шықтым. Дене қызуыма көңіл бөлмеген дәрігер миыма төнген қауіпті тежеу үшін денемді сулы матамен орап мұз басуға мәжбүр болған. Анам қатты ашуланды. Дәрігері душканың сыбанды қаһарының қандай болатынын сонда көріпті. Қызуым түскен соң жағдайым айтарлықтай жақсарды. Пайда болған қос башпай үлкен күмән тудырды. Дәрігерлер күткендей нәтиже бермеді, алайда өзім бейімделе бастадым. Шынымен де аяқ-қолы жоқ адам екі башпаймен не істей алады? Операция мен жаңа технологиялар маған электрондық мүгедектер арбасын, компьютер мен смартфонды қолдануды үйретті. Сіздің қандай қиындықпен арпалысып жатқаныңызды білмеймін. Сізді терең түсінетіндей болып та көрінбей-ақ қояйын. Бірақ мен дүние есігін ашқанда ата-анамның қандай күйде болғанын елестетіп көріңізші. Болашақ туралы олардың да тура сол сәттегі арманы қандай болды деп ойлайсыз? Әрине, бәрі тым бұлыңғыр көмескі еді ғой. Сіз тап болған қара түнектің түбінде жылт еткен үміттің ұшқынын көрмей тұрған шығарсыз. Менің де ата-анам дәл сондай күйде болған. Оны жақсы білемін. Өз бетіммен өмір сүріп, қажет болса, оларды бағып, еңбекте табысқа жетіп қана қоймай, өз тағдырына разы болған бақытты бейнемді елестетпек түгілі, бұл олардың үш ұйықтаса да түсіне кірмеді. Ата-анамның үрейін ұшырған уайым қайғысы тарқады. Әрине, мені өшіру оңай болған жоқ. Бірақ өмірімізде күлкі мен қуанышқа толы күндер де аз емес еді. Оны ата-анам жақсы біледі. Өткен күндерімді еске алғанда балалық шағым жақсы өтті дей аламын. Кез келген үйдің тұңғышы сияқты мен де інім мен қарындасымды құрдай жоғалатып өз білгенімді үйреттім. Бәлкім дәл бүгін сіздің тағдырыңызға ең сәтсіз күндердің бірі жазылып тұрған шығар. Бұдан жақсы болып кетеріне күмәніңіз де бар шығар. Бірақ оған берілмесеңіз, рухыңыз сынбаса, бұл қиындық ертең сізге жолығатын қуаныштың, жақсылықтың жанында тіке тұрмайтынын түсінесіз. Арманыңызға сеніңіз. Қолыңыздан келетін бар мүмкіндікті пайдаланыңыз. Тұрмысыңызды өзгерте алатын күш сізде де бар. Арманыңыз қаншалықты асқақ болса, оған қарай соншалықты сеніммен самғаңыз. Менің өмірім енді жазыла бастаған роман.
Сіздің өміріңіз де өз романыңыздың бастауы. Оның алғашқы тарауын қазір жазыңыз. Кітабыңызды қызықты оқиғаларға, бақыт пен махаббатқа толтырыңыз. Маңдайыңызға жазылған тағдырды әдемі тарихқа айналдырыңыз.